сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көркем шығармадағы кейіпкерлерге мінездеме беру, оқу мақсатына қарай көркем шығарманы талдау жұмыстары. Жоспар: бірінші кейіпкер бейнесін талдаудың әдістері, екінші дағдыға негізделген талдау түрлері, үшінші көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін талдау жолдары. Пайдаланған әдебиеттер: Сманов кейіпкер бейнесін талдау, Бітібаеваның қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістері мен технологиясы, негізгі білім берудің 5-9 сыныптарына арналған қазақ әдебиеті пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы, сондай-ақ интернет ресурстар, білім, дарын онлайн платформаларын пайдаландық. Қазақ әдебиетінің басты бағыты көркем шығарманы талдау арқылы білім алушылардың ақыл-ой қабілеті мен тұлғалық қасиетінің қалыптасуына ықпал ету. Көркем шығармадағы кейіпкерлерді талдау негізінде білім алушылар ұлттық мәдениет, әдеби мұраларды түсінуге, көркем шығарманы бағалай білуге үйренеді. Кейіпкерлер мен оқиға желісін талдау жұмыстарының нәтижесінде білім алушылар креативті ойлауға қалыптасады. Көркем шығармадағы кейіпкерлерге мінездеме бере отырып, оқушылар ойларын ауызша еркін жеткізуге және жаза білуіне мүмкіндік жасалады. Кейіпкер бейнесін талдау, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру оқушының танымдық шығармашылық қабілетін шыңдайды. Көркем шығарманың мазмұнымен танысқаннан кейін көркем мәтінді талдау және кейіпкерге мінездеме бергізу арқылы ой еркіндігіне мүмкіндік жасалады. Оқушылардың өзіндік пікірінің қалыптасуына еркін пікір білдіру әдістерінің орны зор. Кейіпкерге талдау барысында студент пікірінің нақты әрі жинақы болуын қадағалайды. Себебі кейіпкерге талдау жұмысы тек мәтін арқылы жүзеге асады. Яғни мінездеме мәтіннен үзінді алынып талданады. Студенттер мен оқушылар кейіпкерлердің бір сипатын алып, оған мәтіннен дәлел келтіреді. Мұндай жұмыс түрлері анализ, интерпретация және бағалау және салыстыру дағдыларында жүзеге асады. Зерттеуші Сманов кейіпкер бейнесін талдау әдістемесі еңбегінде көркем бейнені талдаудың мынандай тәсілдерін көрсетеді. Бірінші, кейіпкер портреті, іс-әрекеті, оның ішкі психологиясы жайлы автордың ойын білдіру. Екінші, көркем мәтінге тән ерекшеліктерді өзге кейіпкерлерді сөйлету жолымен беру. Үшінші, әдеби бейненің ішкі толғаныстарын, монологтарын келтіре отырып ашу. Төртінші, қаһармандар табиғатын, оларды бір-біріне қарсы қою әдісімен диалог, әңгімелестіру, осы жолмен ашу. Зерттеуші Смановтың көркем әдебиеттегі талдау пікірі жаңартылған білім мазмұнындағы дағдыларға байланысты жүргізілетін талдау жұмыстарымен бағыттас. Сондай-ақ ұстаздың ұстазы Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы еңбегінде көркем туынды композициясын талдау тәсіліне бас кейіпкердің іс-әрекетін салыстыру, негізгі оқиғаларды сұрыптау жатады деп, кейіпкер портреті мен іс-әрекеті кейіпкердің сөз қолданысына баса назар аударады. Кейіпкердің мінездеу ең алдымен шығарма жанрына байланысты. Мәселен, лирикалық шығармада кейіпкер кейде тікелей көрінсе, кейде ақынның ойы, көңіл күйі бейнесі арқылы беріледі. Мысалы, 6-шы сынып, Ерлан Дүніс, менің атым тәуелсіздік өлеңі. Оның кейіпкері ақын және тарих заман. Ақын өмірдің сәулелі, нұрлы жағымен қатар көлеңкелі жағында сынғалады. Зұлымдық пен адамдық жайлаған заманның жағымсыз сипатын нәзік суреттейді. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйіп ғасырға. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Алып заңдардың кеңсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын, алып мұхиттар толқығанын көрдім, бір тамшы суға байланып. Алып тәждердің балқығанын көрдім, елтаңбаларға айналып. Бұл өлең жолдарында бас кейіпкер лирикалық қаһарман ақынның өзі. Бұл өлең шумақтарынан не байқадық? Мұнда бірінші байқалған нәрсе ақынның толғанысы. Екінші, заманға көзқарасы. Үшінші, сөздің қуатын, құдіретін дәріптеу. Егер осы шумақтарды анализ және интерпретация дағдысы, яғни оқу мақсаты эпикалық, поэзиялық шығармадағы автор бейнесін анықтау бойынша қарастырсақ,
кейіпкер бейнесіне талдау жасасақ, лирикалық кейіпкердің өр рухын көреміз. Өйткені 6 жасында көргені алып дүние, бұғанасы қатпаған жас баланың тарих толқынындағы алып көруі оның асқақ рухын байқатады. Лирикалық қаһарман аңғарымпаз, әрі жаны нәзік. Кей адамдардың байқамайтын нәзік құбылыстарын байқайды. Мысалы, алып мұхиттар толқығанын көрдім. Бір тамшы суға байланып. Жолынан жоқ үйірі көрінбейтін алып мұхиттың бір тамшының әсерінен толқуын көруі, байқауы ақынның лирикалық кейіпкердің аңғарымпаздығын байқатады. Кейіпкердің аса қуатты күші алып әждейдің балқығанын көрдім жолынан аңғарылады. Осы өлең жолдарын талдау үшін қарама-қарсы суреттеулерді алуға болады. Бұл кезде тапсырманы қалай беруге болады? Ерлан Жүніс менің атым тәуелсіздік өлеңі бойынша суреттеулерді анықтап, суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулер тауып, кестені толтырыңдар, ойларыңды дәлелдеңдер. Салыстыра суреттеулер және қарама-қарсы суреттеулер деп осы кестені беріп, салыстырмалы суреттеулерге мысалы алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастаны сүйеп ғасырға. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, бір нәзік сезімнен. Дегенін салыстыруға беріп, қарама-қарсыға алып мұхиттар толқығанын көрдім, бір тамшы суға байланып деген өлең жолдарын беруге болады. Енді прозалық шығармаға тоқталайық. 7-ші сынып ұрпақ тәрбиесі бөлімі Төлен Әбдіков қонақтар шығармасы. Мұнда Ерғабыл қарт Сапабекке шығарма сюжетіндегі іс-әрекетіне, мінез сипатына байланысты даралап мінездеме беруге болады. Өйткені Ерғабыл қарт пен Сапабек көркем шығармадағы басты кейіпкерлер. Сондай-ақ осы кейіпкерге салыстырмалы мінездеу де жасауға болады. Онда іс-әрекеті, өскен ортасы, өмірдегі ұстанымдары, мінез құлқы, тағы басқа бірнеше ерекшеліктерін жан-жақты қарастыру керек. Зерттеуші Сманов кейіпкер бейнесін талдау атты еңбегінде қаһарман характерін ашу, образды талдайтын тәсілдер ұсынады. Кейіпкерлердің табиғатын тану, негізінде оларды бір-біріне қарама-қарсы қою әдісі арқылы бас қаһарман Ерғабылдың характері, образы жан-жақты ашылады. Енді бұны ел диаграммасы арқылы беруге болады. Ерғабылдың жеке өзіне тән қасиеті, Сапабектің өзіне тән қасиеті, осы екеуінің ұқсастығы. Енді балалар шамамен ықтимал жауаптар қандай болуы мүмкін? Ерғабыл қарт туралы балалар былай жазуы мүмкін. Ерғабыл ауыл тұрғыны, қарт, көкірек көзі ашық, көп сөйлемейтін қарапайым жан. Сапабектің жеке ерекшелігі Сапабек қала тұрғыны, жас, оқыған, өзімшіл, көп сөйлегіш, қазақ мінезден қашықтау деп беруі мүмкін. Ал екеуінің ұқсастығы деген кезде әкелі балалы, туыстар, ер адам, айтқаннан қайтпайтын бір беткей деген ұқсастықтар табуы мүмкін. Енді бала бұдан да басқа жаңағы ерекшеліктерін табуы мүмкін. Бұл енді ықтимал жауап. Екінші, Ерғабыл қартқа мінездеме, Сапабекке мінездеме деп берілетін болса, онда осы мінездеменің негізгі тірек сөздері мыналар болуы мүмкін. Мысалы, Ерғабыл қарттың мінездемесіне тірек сөздер мейірімді, арманшыл, төзімді, қажырлы, еңбекқор, баласын жақсы көреді, ақылды деп беруі мүмкін. Сапабекке мінездеме беру барысында қуыс кеуде, саяз ойлайтын, мақтаншақ, өркекірек, парызын түсінбейді, салт дәстүрді білмейді, қатыгез деген сияқты мінездеме беруі мүмкін. Бұл енді ықтимал жауаптар. Бұдан да басқа балалар жауап беруі мүмкін. Кейіпкерге мінездеме беру тәсілдері түрліше болады. Онда кейде кейіпкердің сырт кескіні, кейде мінез құлқы көрінеді. Яғни мінездеуде кейіпкердің жас ерекшелігі, дене бітімі, бет пішіні, киім киісі, дене қозғалысы, бет-жүз қимылы кіреді. Портрет тікелей адамға бағытталып, сөз арқылы оның бейнесі жасалады. Портрет бір жақты тәсіл емес, ол күйде толығып, кейіпкердің мінез сипатын, әлеуметтік жағдайында ашықтырады. Мысалы, әлдеқалай шалдың көз алдына өлгеннен кейін оны жұрттың қалай шығарып жатқанын елестеді. Шіркін, бала деген осы ғой. Сапабек әкесін қандай қылып жөнелтті? Ойпырмай, мұндай жүгірмен біздің елде әлі ешбір шала аттанбаған шығар
деген Ерғабыл қарттың ішкі ойынан бұл кейіпкер портретінің адамның көңіл күйі, арман тілегі қосалынып тұр. Өмірінің көбі артта қалған қарттың тіршіліктегі баласына жасаған жақсылығы мен берген тәлім тәрбиесіне көңіл толғаны байқалады. Ал кейде портрет пен мінездеу араласып келеді. Тома, жеңі ашық шұбар көйлек киген, шашын қидырған, топ-толық ақсары ажарлы келіншек. Қала қыздарына тән епсіздік пен кішкентай қиықша көрпенің үстінде қалай отырарын білмей жалғыз қалды. Бір кезде енесінің самауыр көтеріп келе жатқанын көріп, жүгіріп барып, еркектеп самауырды алды. Бұл жерден портретті де кейіпкер мінезінде көреміз. Мінез адамның ішкі болмысы, қоғамдық жағдай қалыптастырған психологиялық ерекшелігінің жиынтығы. Бұл шығармада кейіпкерлерге мінездеме берудің бірнеше түрлері кездеседі. Дара мінездеу, Ерғабыл қарттың мінезі, Сапабектің, Томаның мінезі, бұлар дара мінездеу. Салыстырмалы мінездеуге Ерғабыл қарт пен Сапабекті алуға болады, енесі мен келінін алуға болады. Топтау түріндегі мінездеуге ауыл ақсақалдары, қалалық кейіпкер, жаңағы отбасының ішіндегі мінездер, бұларды жаңағы топтау түріндегі мінездеуге алуға болады. Шығарма кейіпкерлерін талдағаннан кейін жазушы Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесі бүгінгі күнде де өзектілігі, онда үлкен әлеуметтік мәселені көтерген жөнінде сыни пікірлер айтылған, немесе сол туралы жазған орынды. Себебі көркем шығарма тәрбие құралы. Шығарманың идеясы ата-ана алдындағы бала парызы, туған жер, киелі шаңырақ жайлы. Шығарманың түпкі идеясын ашуда басшысы Ерғабыл қарттың ой толғанысы, іс-қимылы, сөзі мен өзгелермен қарым-қатынасында жинақталып көрсетілген. Ұлттық болмыстан айырылып бара жатқан жалғыз баласы Сапабектің табыстары, жер дүниені кезіп шетелде болып, көпті көргендігі әке үшін мақтаныш емес. Ашық-шашық киім киген, орысша сөйлеп, ауыл тұрмысына жат қылықтар көрсеткен келіні Томаға да, қазақша түсінбейтін немересіне де Ерғабыл қарттың көңілі толмайды. Ерғабыл қарт үшін күтімін өшірмей, қара шаңырақты ұстап қалған ұрпақ қана адал сүт емген, атан алдында парызын өтеген бала. Ауыл адамдарына әңгіме айтып, көсіле сөйлеп отырған баласын сөзден зекет түйуында да, кетерінде немересін тастап кетуге қимаған баласына алып кет өзімен бірге, оқып, өзіңде қаңғыбас етіп шығар деп, өнеге сөз айтуында да осы бір қарттың баласына деген наразылығы айқын сезіліп тұр. Ерғабыл қарт ұлттық болмыс пен құндылықтарды сақтаушы, қара шаңырақ деген киелі ұғымды қастерлеуші тұлға. Сапабек әкесі үшін адам бойына туғаннан берілген мәңгілік құндылық, қарыз, борыш ұғымдарын құна жете түсінбейтін, бүгінгі күнмен ғана өмір сүруші ұрпақ. Түсіну және жауап беру дағдысында оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, жеке жұмыс, лек мәтін әдісі арқылы берілген сұрақтарға жауап беріп, тақырыпқа лек конспект жазады. Енді қандай сұрақтар беруге болады? Мұнда баласын күткен қарттың өзара тәжікелесуінен нені ұқтыңдар? Ананың баласының қолына барып тұрғысы келуінің себебі неде деп ойлайсыңдар? Ерғабыл қарт баласының қолына баруға неге қарсы? Сапабек ауыл адамдарының алдында өзін қалай ұстады? Келіні Томаның қылығы, отырысы, шай құюы, киім киісі туралы не айтар едіңдер? Қарттың соңғы үміті қалай үзілді? Баланың ата-ана алдындағы азаматтық парызы дегенді қалай түсінесіңдер? Әңгімеде автор қандай мәселені көтеріп отыр? Осы жөнінде қысқаша лек конспекті жазуға болады. Бұл баланың жаңағы қонақтар әңгімесінің мазмұны қандай деңгейден берді, осыны да аңғаруға болады екен. Келесі енді концептуалды кесте толтыруға болады. Нарада көрсетілген кейіпкердің іс-әрекеті, олардың адамгершілігі деген дүние бойынша балаларға тапсырма беріп, балалардың өзіндік ойларын, шығармашылық танымдық қабілеттерін осы тапсырма концептуалды кесте арқылы байқауға болады екен. Кейіпкер бейнесін талдау арқылы студент жақсы мен жаманды таразыға салып отырады. Өйткені адамды нұрландыратын көркем туынды
ондағы рухы мықты кейіпкер. Адамның шынайы болмысына үңілу, тану арқылы адамның орта мен қоғаммен байланысы толыса түседі. Студент көркем туындыға кейіпкерге талдау жасай отырып, адамгершілік қасиеттерді өз бойына сіңіруге ұмтылады. Көркем мәтінді талдау кезінде кейіпкерлерге шынайы мінездеме беру, жан-жақты талдау адам өміріне әсер берері сөзсіз. Көркем шығармаларды оқу арқылы адам үнемі рухани жағынан толысады. Рухани толысуға үнемі кең жол ашатын ол көркем әдеби шығармалар. Енді студенттер, мен сендерге кері байланысқа тапсырма берейін деп тұрмын. Ол осы Төлен Әбдіковтың қонақтар әңгімесі. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. Осы оқу мақсаты бойынша бір тапсырма жасаймыз. Осы жасаған тапсырмамызға ескеріп құрастырамыз. Көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау деген кезде мен жаңа өзімнің шығармада, бұл шығармада кейіпкерлерге мінездеме берудің бірнеше түрлері кездеседі дедім. Дара мінездеу бар, Ерғабыл қарт пен Сапабек томаға берілетін салыстырмалы мінездеу бар, Ерғабыл қарт пен Сапабекке енесі келініне. Топтау түріндегі мінездеу бар, ауыл ақсақалдары, қалалық кейіпкерлер, отбасының ішіндегі кейіпкерлер. Міне осы дүниені сендер еске аласыңдар. Осының негізінде көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтап бір тапсырма бересіңдер. Тапсырма бересіңдер де ол тапсырманың дискрипторын құрайсыңдар. Енді кері байланысты сендер электронды почта арқылы жібере аласыңдар. Содан кейін WhatsApp желісі арқылы жібере аласыңдар. Сондай-ақ біздің педагогикалық колледжімізде Canvas жүйесі жұмыс істейді. Осы арқылы сендер тапсырмаларыңды орындап, кері байланыстың тапсырмаларын жібере аласыңдар балалар. Сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңдар.